Өнеге ертегісі. Бұрынғы өткен заманда бір шақардың қаны жаман киім киіп алып, шақарды, базарды аралап жүреді екен. Күндерде бір күні қан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп қан таң қалып, неше күндей мұның сыртынан бағып жүреді. Бұл адам ертеде де, кеште де бір қалыпта. Басына, аяғына бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында бір күні қан, сен не қылған адамсың деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп, мен ақыл сатушымын дейді. Олай болса маған бір ақыл сатшы дейді патша. Сонда ол адам, құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын дейді. Қан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы, не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың дейді. Мұнан соң қан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге, орамал дастарханға дейін жазып қояды. Күндердің бір күні қан шашын алғызатын болып, шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір береді. Уәзір дереу бір шаштаразға барып, ертең келіп қанның шашын ал деп бұйырады. Ертең ерте шаштараз қанның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Ей шаштараз, қанның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің дейді шаштараз. Ай тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламындағы. Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табам дейді. Сонда уәзір, ей ақмақ, қанның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мына ұстарамен ал деп, қалтасынан шығарып, бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып қанның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз, не істесең де ойлап істе, ойламай іс қалсаң қор боласың деп әр жерге жазылған сөздерді көреді де ішінен, қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстарамен қанның шашын алайын деп, уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұның барлығын қан көріп отырады. Ішінен, бұл ақмақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой. Оны менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін деп, шашын алғызып болғаннан кейін, дереу жендеттерді шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын деп кісілеріне әмір береді. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей қайран қалып тұрады. Жендет келген кезінде бейшара шаштараз қанның аяғына жығылып, ей тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтиярмын, бірақ менің кінәмді айтып алсаңыз екен дейді. Қан болса, сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың. Ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жай ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінәң осы, дейді. Сонда шаштараз, жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда алдымнан бас уәзіріңіз шығып, қанның шашын алуға мына ұстара лайық деп, осы алтын сапты ұстараны берді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған, не істесең де ойлап істе, ойламай іс қалсаң қор боласың деген сөздерді көріп, бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін, қанға бір зиян келтіріп жүрмейін, жаман болса да үйренген өзімнің ұстараммен алайын деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарымен алғанымның себебі осы еді дейді. Содан соң қан жасауылдарын жіберіп, бас уәзірін шақыртып алып, мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе? Деп сұрайды уәзір. Мен бердім, дейді. Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал деп, қан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда, уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір қанға қас екен. Соны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұны көріп, қан шаштаразға дән риза болады. Көп алтын, күміс сыйлық беріп, үйіне қайтарады. Сатып алған сөзінің пайдасы осылай өзіне пайдасын тигізген екен.